Жылу беру маусымына дайындық жұмыстары пысықталуда. 15 тамыздан бастап қалалық төтенше жағдай басқармасының ұйымдастыруымен шаһарда және қалаға қарасты барлық ауылдық округтер араланып, тұрғындарға үй секторларындағы өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. Сонымен бірге қатты отынмен жылытылатын аз қамтылған отбасыларды үйлеріндегі мұржаларын тазалау және көмірқышқыл газын анықтайтын датчиктер орнатылып жатыр. Аталмыш шараның мақсаты қатты отынмен жылытатын тұрғын үйлерде өрттің және көмірқышқыл газымен улану оқиғаларының алдын алу болып табылады. Алаугаз аймақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі облыс бойынша филиалымен бірлесіп, қала әкімдігінің ұсынған тізіміне сәйкес Абай ауылында қатты отынмен жылытатын аз қамтылған отбасыларға көмірқышқыл газын анықтайтын датчиктер орнатылды. Бұл құрылғы улы заттардың шекті концентрациясы мөлшерден асып кеткенде дабыл іске қосылып, тұрғындарға қауіпті жағдай туралы белгі береді. Аталған құрылғы былтыр жылу беру маусымында 98 үйге орнатылса, биыл 200 жанұяға көмектесу жоспарланған. 2020 жылдың 15 тамызынан бастап Қызылорда қаласы аумағында өрт қауіпсіздік айлығы акциясы жүргізілуде. Бұл акцияның мақсаты тұрғын үй секторында болатын өрттердің алдын алу және қысқы кезеңде электр құралдарының қысқаша тұйықталуы және пештердің пайдаланудағы салғырттық. Соған байланысты қазіргі таңда Қызылорда қаласының аумағында орналасқан барлық өрт сөндіру бөлімдері мен жастар ресурстық волонтерларынан құрылған топ тұрғын үйлерде аралау жұмыстарын жүргізуде. Сонымен қатар Алаугаз аймақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен бірлесіп, тұрмысы төмен отбасылардың мұржаларын тазалау жұмыстарын жүргізуде. Қазіргі таңда жалпы саны 1384 тұрғын үй араланып, 6596 адам қамтылды. Аталған түсіндірме жұмыстары жылу беру маусымы аяқталғанға дейін жалғасын табатын болады. Жылу беру маусымы басталысымен көп жағдайда қатты отынмен жылытатын тұрғын үйлерде өрт қауіпсіздік талаптарының сақталмауы салдарынан өрт оқиғалары жылу беру маусымына дайындық қарсаңында салғырттық танытуда, көмірқышқыл газдан улану фактілері орын алады. Өрт айтып келмейтін апаттың бірі. Сондықтан төтеншеліктер қала тұрғындарына өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң қадағалауды ескертеді. Айдана Кауленова, Тоғжан Ибадулла, Нұрдәулет Сәду, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.